Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде періште көрсеңіз қалай жорылады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түстегі періштелер жаңалық әкелуді және өмірдегі алдағы үлкен өзгерістерді ескертеді. Түсінде періштелерді көрген адамдар ұлылықты, күш-қуатты және де қысымнан кейін жеңісті, аурудан кейін айығуды, қорқыныштан кейін тыныштықты, қиындықтардан кейін берекені, кедейліктен кейін байлықты, қиындықтардан кейін азаттықты күтеді. Түсінде өлім періштесін көрген адам ұзақ өмір сүреді. Түсінде ұрыс даласында періштелердің пайда болуы жауларды жеңуді білдіреді. Ал егер кімде-кім түсінде періштелердің оған сәжде жасап жатқанын немесе сәжде еткенін көрсе, бұл адам өзінің арман-тілектерінің орындалуына қол жеткізіп, істерінде биікке көтеріліп, атақты болады. Түсінде әйелдер кейпіндегі періштелерді көру Алла тағалаға жала жабумен өтірік айтуды білдіреді. Ал егер біреу түсінде періштелермен бірге қалай ұшқанын немесе олармен бірге көкке көтеріліп, қайтып оралмайтынын көрсе, түс көруші адам өмірде абыройға ие болады, содан кейін әділ іс үшін өледі. Түсінде періштенің Аллах тағаланың кітабын оқы деп айтуы егер бұл түсті көрген адам мейірімді тақуа адамдардан болса, үлкен құрметті білдіреді. Кімде-кім түсінде періштелердің сәлем бергенін көрсе, Алла тағала бұл адамға өмірде түсінік беріп, оны бақытты нәтижемен қамтамасыз ететінін білдіреді. Кімде-кім түсінде оған періштелердің келіп, жәннатта сәлем бергенін көрсе, ол бір іске кіріседі, соның арқасында ол жәннатқа жетеді. Ал егер біреу түсінде Алладан немесе өлім періштесінен қашып бара жатқанын көрсе, онда мұндай түс оның өмірдегі бәрін жоғалтатынын, оның жағдайы нашарлайтынын және мүмкін өлімнің келетінін білдіреді. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.